Негізі бұндай проблеманы негізі ол түп төркін іздеу керек. Түп төркін бізде әңгіме былай болып тұр. Ел өмір сүріп жатыр. Және де халықтың қалай деп айтуға болады? Жағдайы, қаржы жағдайы, онша мәз емес. Сондықтан да мәз болмағандықтан да бұл жерге оны шешу керек. Яғни ол біреуден қарыз алу керек. Не ол бұрынғының замандарында сияқты жеке адам болады, не ол мафия болады, немесе банк, немесе банағы микрокредиттік ұйымдар. Яғни мемлекет заң жасады, халық бар, және кредитін төлей алсын, төлей алмасын, бұл айтқанда бір жағдайды жасап берді. Яғни бізге жоқпаңдар, әр нәрсенің ол өтелу керек қой, алғасын қайтару керек. Сондықтан да мынандай сіздерге де тізімдеп банк бар, кредит барлығын жасап ұйымдастырып берді. Бірақ бұл жерде мемлекеттің ескермегенде ол халықтың төлеу алу қабілеттілігі. Яғни бізде сорақы жағдайлар әлі күнге болуда, 50 мың теңге алып, ол 120 мың теңге қайтарып береді, 100 мың теңге алып 375 мың теңге. Яғни 56% дегеніміз былай қарап тұрсақ, ол өте көп. Өйткені кинодан да немесе де басқа да шет елдердің банктерінен қарасаңыздар, және де біздің банктың, оның ішінде Сбербанктың басқа елдердегі филиалдардың сайттарынан қазір телефонында қарауға, олар өте аз, 10-15-ке дейін, яғни 2,5-нан осы пайыздың арасында. Сондықтан да бұл жерде алкомаркеттердің жағдайымен салыстыруға, яғни бізде де кезінде тыйым салдық қой енді. Арақ ішілмесін, арақ ішілсе банадай шында да қылмыс көп, кісі өлтіру, қасақана қылмыстар көбейіп кетеді. Бірақ бізде заңды енді кейде білмеймін, қалай шығаратын заңды. Заңды қалай айналып өтті? Алкомаркет деген заңда түсінікті жоқ. Ол бар деген бар. Заң бойынша бар деген қалай? Яғни біз барамыз барға, біз заказ береміз, как береміз, сол жерде ішеміз. Мүмкін алсам, кішкене алып, үйімізге кетеміз. Әңгіме сода еді. Бізде сол жағдайды жасау үшін банағыдай заңды ойластырды да, яғни былай айтқанда бір проблеманы бізде шешкісі келіп заңды ойластырды, ол одан сайын проблема қалдырды. Яғни алкомаркеттер күшейіп кетті де, қылмысты да өршіп кетті. Енді қазір біз заң шығарушы органдар білмей отыр, алкомаркеттер қылмысты қалай азайтатын. Ол арақ ішіп алып жасалатын қылмыстар бойынша. Және түнімен істейді ол. Міне сол айтып тұрмын. Мына жерде де солай, яғни түсініңіз ғой, яғни кредит беру, яғни оны былай айтқанда үкімет түсініп тұр, ол халыққа жұмыста жоқ екен, жалақысында аз екен, бірақ сол проблема шешу үшін банк пен кредиттік ұйымдарды ойлап тапты, бірақ олар енді қалай төлейтін қарым-қатынасын ойлай алмай қалды. Және де 56%, бана сіз айтқандай, әлі күнге дейін тұр. Ол әлі күнге дейін сорақы. Яғни біреуден сіз қазір 1000 теңге алдыңыз ба, оған 1500 қанша 60 теңге ме қайтарып бересіз. Онда мына үстіндегі 560 теңге не үшін деген? Әрине қайтару ол сыйақы болу керек. Сыйақы, өсім дейді, айыппұл дейді, бірақ енді орындай сорақы түрде емес қой. Осы әңгімені міне көтеріліп жүргеніне де біраз болды. Енді ол қай жағына қарастырады, ол да түсініксіз.